3 апта 6 сағат. Осы уақытта бастауыш және әрекеттегі кәсіпкерлердің алдында беделді компаниялардың жетістіктерге жеткен жол құпиялары ашылып, кез келген бизнестің қыр-сырын үйренуге мүмкіндік туындайды. Арнайы мастер-класстарда бизнес жоспарын құрудан бастап, бухгалтерлік есепті қалай дұрыс жүргізу керектігін қатысушылармен табысты кәсіпкерлер бөліседі. Бүгін бізде оқып жатқан кәсіпкерлердің көбісі олар рестораны, яғни тамақ өнеркәсібі, демалыс орындарына асқыша келген кәсіпкерлер. Осы кәсіпкерлерді біз топтастырып алып, осы кәсіпкерлердің арасында арнайы тренингтер жүргізіп, оқу жүргізіп отырмыз. Ондағы негізгі мақсат нарыққа сай, біліктілігі жоғары, мықты кәсіпкерлер дайындап шығару. Бүгін оқимын деп келгендердің бірі Рүстем Оспанов. Арнайы тренингке Жезқазғаннан келген ол уақытының босқа кетпейтініне толық сенімді. Рестораны бизнес ашқым келеді. Өзім арманым, өзім мақсатым сол. Бізде молодежь өзі бізде демалғысы келеді, отырғысы келеді, соларға развлекательный центр сияқты отырып, әңгімелесіп, бір-бірімен сырласып отыру үшін ашқым келеді. Бұл ұлттық кәсіпкерлер палатасының өткізіп жатқан алғашқы жобасы емес. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының 4-ші бағыт аясында кәсіпкерлік мектебі өз жұмысын 2015 жылы бастағаннан бері облыс көлемінде 1000-ға жуық азаматқа кәсіби біліктілік курстарын өткізген. Алия Даулет, Антон Семенов, Пернебек Кенжебаев, Нар Ньюс.